Мына итке тамақ құйдың ба? Жоқ, мама, енді берем. Қызым, ит деген жеті қазынаның бірі. Ол қашанда осы үйге тілекші болып тұрады екен. Сол үшін уақытылы тамағын құйып тұр. Мысалы, мысық деген осы үйдің бала шағасы болмаса, мені сипалап, маған көңіл аударып қараса деп тілейді екен. Ал ит деген осы үйдің бала шағасы көп болса, қолында жеп жүрген наннан, кәмпитінен алып жесем, осы үйдің жағдайы жақсы болып, майлы еттерден жеп, сол майлы сүйектерді маған тастап, соны жесем деп жақсы тілек тілейді екен. Негізі итті естеріңде болсын, ешқашан теуіп ұрмайды. Әсіресе аяғы ауыр әйелдер ешқашан итті ұрып теппейді екен. Соны естеріңде сақтаңдар. Ит деген жеті қазынаның бірі. Оны жақсы уақытлы тамағын беріп, жақсылап қарау керек екен, қызым. Мама, түсіндік, қазір береміз тамағын.